Баршаңызға сәлем достар. Бүгін өте ерекше капкейктің рецептісімен бөлісетін боламын. Бір жасағаннан шығатын үлпілдек әрі ерекше капкейктердің бірі. Ең алдымен ыдысымызға бөлме температурасындағы сары майымызды салып, үстінен қантымызды салып, жақсылап миксерлеп алатын боламыз. Қантымыз бен майымыз жақсылап араласып біркелкі болғаннан кейін үстінен жұмыртқамызды салып, сүтімізді құйып, тағы да бір миксерлеп алатын боламыз. Миксерлеп алғаннан кейін үстіне електен өткізілген ұнымызға қамыр қопсытқышымызды салып, одан кейін массамызға салып, бірінші жай араластырып аламыз, одан кейін миксерлей бастаймыз. Тағы да бір келкі масса болғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің массамыз бір келкі болды. Ешқандай ішінде түйір жоқ. Енді осыны капкейкке арналған ыдыстарға салатын боламыз. Бір капкейктің ыдысына 1,5 ас қасықтан салып шықтым. Менде 10 дана шықты. Осылай барлық салмамды салып болдым. 180 градуста пеште пісіріп алатын боламын. Осылай таяқшаның көмегімен піскенін байқайтын боламыз. Содан соң креміне кірістім. Оған дейін біздің капкейктеріміз кішкене бөлме температурасында суый тұратын болады. Ең алдымен сливкимізді жай жылдамдықпен жоғары жылдамдыққа қарай көтеріп миксерлеп алатын боламыз. Одан кейін қант ұнтағымызды салып, тағы да қою болғанша миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің массамыз кішкене қоюланып келе жатыр. Енді сырымызды саламыз. Сырымызды салғаннан кейін бір келкі масса болғанша жақсылап тұрып миксерлеп алатын боламыз. Міне біздің креміміз дайын болды. Осылай өз массасын ұстап тұру керек. Кремімізді капкейктердің үстіне насатканың көмегімен осылай жағып шығатын боламыз. Безендіру үшін үстіне мен шие қолдандым. Сіздер өз қалауларыңыз бойынша құлпынай, тағы да басқа печеньелерді қойсаңыздар болады. Міне осындай керемет, ерекше үлпілдек болып шығады. Барлық керек затты описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Достар, қазақша контентті қолдап, менің арнама тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруды ұмытпаңыздар. Ортасын кесіп көрсететін боламын сіздерге. Өте үлпілдек болып шыққан, әрі нәзік. Қонақ күткенге дастарханыңыздың сәнін келтіретін ерекше тәттілердің бірі. Жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Видеоның соңына дейін қарағандарыңызға рахмет. Сіздермен болған мен, Айдана.